Сендермен онлайн бизнес арнасы. Бұл арнадан сендер қалай ақша табу керек, интернеттен қалай ақша табу керек үйренетін болсыңдар. Көп созбай кеттік. Бүгінгі ақша табатын сайт VK-Surfing деген сайт. Бұл сайтты мен алдыңғы видеода айтқан болатынмын, бірақ бұл видеода толығырақ қалай көп ақша табуға болады, соны түсіндіретін боламын. Начат сейчас дегенді басамыз. Мен регистрация етіп қойғам. Регистрация ету оңай. Или мына VK, Instagram, TikTok арқылы да кіріп кетсеңіз болады. VK-ңыз бар болса, VK арқылы кіріп кетсеңіз болады. Вайти деген басамыз. Яғни роботты басамыз. Светопоры дейді. Подтвердить. Кірді, міне. Маған уже заданиялар кепті. Естеріңізде болсын, достар, әр 1,5 сағат сайын сіздерге новый задания осылай беріп тұрады. Барлық аккаунт тіркеп басаңыздар болады. Мен лайки мен TikTok, Telegram тіркемедім. Себебі олардан аз келеді. Ең көп келетін осы TikTok пен Instagram. Мысалы, қараңыздар, міне. TikToktан ең көп келетін. Қазір TikTok хит болып жатқан екен, осы көп келеді. Өзіңіз заданияларыңызды қойсаңыздар болады, міне. Создать задания басып, Instagram подписчик керек болса, подписчик, өздеріңізге VK, TikTokқа лайк керек болса, солай өздеріңізге жинасаңыздар болады. Енді мен бұл жерден қалай көп ақша табу керек екенін үйрететін боламын. Рефералы дегенге кіреміз. Ваша реферальный ссылка дейді. Мынау сіздің ссылкаңыз. Осы ссылкамен адамдар өтіп, VK-Surfingке кірсе, олар сіздің атыңыздан тіркелген болады. Яғни олар ақша тапса, мысалы белгілі мөлшерде ақша тапса, сол ақшаның 20%-ын сізге осы VK-Surfing сайты төлейді. Мысалы 10 рубль тапса, ол адам, сіздің атыңыздан тіркелген адам, оның 20% 2 рубль. 2 рубль төлейтін болады. Осылай 100 адам, 1000 адам жинасаңыз, 100 адам 10 рубльден 1000 рубль табатын болса, соның 200 рубль сізге аласыз. Егер ол 10%, егер сол ақшасын осы сайтта жұмсайтын болса, өзіне подписчик лайк алып, осы сайтта жұмсайтын болса, сол ақшаның 10%-ын беретін болады сізге. Общий 30%. Түсіндіңіз ғой? Бірінші орында рефералда 6064 реферал бар. Мысалы, 700 теңге тапқан біздің теңгемен. Осылай көп ақша табуға болады. Өзің класстастарың, достарың, ата-аналарың, әпшелерің, ақша табуға қызығатын адамдардың бәрін тіркей берсеңіздер. Короче, осымен болды. Түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Арнаға тіркеліп кетуді